Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегі DJB арнасы. Бүгін біз Наруто мен Боруто анимесіндегі әр персонаждың шарингандары туралы айтып беретін боламыз. Олардың техникасы, олардың күші. Ендеше видеоны бастайық. Мангёку Шаринган. Шаринганның дамыған кезеңі. Қызыл көзде Томойдың орнына ерекше сызықтар мен өрнектер болады. Мангёкёның әрбір иесінде ол әрқалай болады. Бұндай көздерді алу оңайға түспейді. Шаринганның иелері, олар көп жағдайларда Учиха кланынан шыққандар. Жақындарынан айырылғаннан кейінгі ауыр психологиялық сынақтан өткеннен кейін осы Мангёку Шаринганды алады. Иесі оразан зор ментальды соққы алғаннан соң оның Шаринганның дәрежесі көтеріледі. Жаңадан алынған көз бұрынғысынан қарағанда бірнеше сатыға мықтырақ болады. Мангёку кәдімгі Шаринганның да күшін сақтап қалады. Және ұмытуға болмайтын нәрсе, Аматерасу сияқты көздің беретін ерекше күштері бар. Басқаша айтқанда, әркімнің қабілеті де, Мангёкосының өрнегі де басқалардікіне ұқсамайтын болып келеді. Кемшіліктеріне келетін болсақ, бұндай көздің иелері Мангёку Шаринганын тым жиі қолданатын болса, ол көру қабілетінен айырылады. Солайша соқыр болып қалады. Айтпақшы, бұны емдесек болады. Лазерлік коррекциялар көмектеспейді әрине, алайда басқаша жолы бар. Нақтырақ айтсақ, Шаринганның иесі керек. Олардың қаны бір туыс болғаны абзал. Мысалы ағасы, арғарай көзді алу отасын жүргізіп, көзді соқыр болып қалғанда салады. Және таңғажайып жолмен Мангёконың дәрежесі тағы да көтеріледі де мәңгілік Мангёку Шаринган болады. Соқырлық шегінеді де, енді көзді қолданғанда ол көру қабілетіне еш әсер ете алмайды. Саскеде болғандай, ендігі қызыл көздің өрнектері ауыстырылған көздің өрнектерімен толықтырылады. Яғни екі көз бір-біріне қосылып, өрнектері біргеді. Саскенің Мангёкосы ағасы Итачидің көзінің өрнектерімен толықтырылған болатын. Қызықты факт: Учиха кланының мүшесі болу және Киген Кайың болуы міндетті емес. Яғни дамытылған геном. Какашидің өзі де көздерін досынан сыйлық қалған болатын. Ендігі бұл қызыл көздердің иелеріне тоқталып, олардың Мангёкомен не нәрсеге күші жететінін айтып берейін. Индра Оцуцуки, сол анау 6 жолды тақуаның ұлы. Айтпақшы, 6 жолды тақуа жайлы айтпаймыз, себебі ода бірден Рененган болды. Біз оның Мангёку Шаринганын көрген жоқпыз. Яғни бөлек дойджутсу ретінде Шаринганның алғашқы иесі Индра болып табылады. Оның Мангёку Шаринганның күшіне тезірек көшу үшін ол туралы барынша қысқаша айтып берейін. Индра өзінің көзінің дәрежесін ылғи да оған жақтасып жүретін екі ең жақын досын өлтіру арқылы көтереді. Негізі біреуін ғана өлтірсе, сол жететін еді ғой. Супер мега күштік мықты көзін алғанда, олар шамамен осындай болды, тура Саскенікіндей. Алайда мангада оның көздері мүлде басқаша болған еді. Көздері спиннер тәрізді болып келетін еді. Анименің өзінде ол аяқталған Сусано техникасын қолданып үлгерді. Бұл қожайынның жанында жүріп, оның қорғаны болатын адам кепіндегі толықтай чакрадан тұратын жаратылыс. Ол иесін тек соққылардан қорғап қоймай, және де шабуыл жасауға да көмектесетін еді. Ода аяқталған Сусано болғандықтан, қылышын сермегеннің өзі жанындағы тауларды қақ жаруға күші жететін болған. Осындай Сусаноның арқасында тіпті аспанда қалқып жүруге де болады. Иә, Сусано бұл көздердің бірегей көрінісі емес, оны басқа да Мангёку иелері қолдана алады. Әрі қарай кеттік. Индрада Аматерасу деген техника бар, немесе қара жалын десе де болады. Ол алдындағының бәрін өртеп жібере алады. Оны таңбалап өшірмесе, былай өшіру мүмкін емес. Бұл техниканы тек иесі ғана тоқтата алады. Бұл оны қолдану өте қауіпті етеді. Бұдан басқа бізге Индра ештеңке көрсетпеді, сондықтан ары қарай жүреміз. Учиха Мадара, Нарутодағы басты антагонистердің бірі, және Учиха кланының бұрынғы басшысы, және кландастарының арасындағы ең мықты. Әрине ол Наруто әлемін жойып жіберейін деген мықты биші, ол туралы айтпасақ болмайды. Оның қалай Мангёку Шаринганды алғаны аса анық емес, бірақ бұл ағасының соғыста қаза тапқанмен байланысты болуы мүмкін. Ал мәңгілік Мангёку Шаринганды ол інісі Идзунаның көзін алу арқылы оятады. Інісі жай өліп кеткенін қаламағандықтан өлердің алдында көздерін Мадараға табыстап кетеді. Бешінің өзінің Мангёкосы осындай болған, созылып жалғанған Томойо немесе Кастет, я болмаса Керамбит сияқты пішінде кэс ойнағандар түсінеді. Дәрежесі көтерілгеннен кейін ол көздер мынандай кейіпке өзгереді. Мангёку сызықтар қосылады, яғни оның көзіне інісінің көзінің сызықтары қосылады. Мадарада ашылған техникаларды айтайын. Ол әлбетте аяқталған Сусаноны қолдана алатын. Соның арқасында Асакуно Магатома әдісін істей алатын. Бұл жауға лақтыруға болатын, чакрадан жасалған, Томойо мен созылған қаруды шығару техникасы. Ал сермелген қылышының күшін айтатын болсақ, Индраныкіндей алпауыт күшке ие еді. Мадара өзінің құйрық тұсының қалқанын үлкейту үшін Сусано мен орай алатын болған, яғни қорғау үшін. Бұнымен қоймай, ол Сусаносы арқылы тіпті ұшады алатын. Осымен бітті. Сен не күттің? Ода тағы да қабілеттер бар деп ойладың ба? Мен де солай ойладым. Алайда жоқ. Ол өзінің құдіретті Мангёку Шаринганымен басқа ештеңке істей алмайды. Генжитсу жайлы айтудың мәні жоқ, себебі оны кәдімгі Шаринганмен ақ істеуге болады. Учиха Шисуи. О, иә, аңызға айналған жылтырақ Шисуи. Ол тек жылдамдығымен ғана емес, Мангёку Шаринганның күшімен де танымал. Ол оны жақын адамының өлімін көріп оятты.
Оның көздері белсендірілгенде кәдімгі сөрекендер сияқты болады. Көздері арқылы алдыңғы екеуінде айтылғандай Сусаноны шақыра алады. Бірақ та алдыңғы екеуіне қарағанда бұның Сусаносы толықтай жетілдірілмеген және де оның түсі жасыл болатын. Егер де Данзо оның көзін ұрлап кетпегенде, ол өзінің чакрасын тұрақтандырып, толық Сусаноны оятатын еді. Өкінішке орай, Данзоның кесірінен біз бұны көре алмаймыз. Кішігірім айта кететін жайт, Сусанода бірнеше пішін бар. Сүйек пішінде бұл иесі қорғаныс үшін тек қабырғаларды шақырғанда, немесе оны жалаңдатылған сүйектерден тұратын қолдармен толықтырғанда пайда болады. Келесі бізде адам кепіндегі Сусано. Бұл енді бұлшық еттер мен сіңірлерге қапталған түрі. Және келесі бізде қалқандармен күшейтілген түрі. Шын мәнінде Шисуйдың күшейтілген Сусаносына қайта оралатын болсақ, оның қолында бұрғы тәрізді қаруы бар. Және де Шисуйдың ең қорқынышты техникасы бұл... Сен қалай ойлайсың? Кәнеки, кішігірім видео қызықты болсын, дәл қазір паузаға қойып комментарийға өз ойыңды жазып кет. Яғни сол дұрыс болса, сен красавчиксің. Және де бұл... Котама Цуками, сен егер де осыны жазсаң, сен кереметсің. Саған плюс бір респект. Бұл генжитсу болып табылады, бірақ та мүлде басқа деңгейде. Егер оны жауға қолданса, жау оны тіпті байқамай да қалады. Онымен құрбанның санасымен еркіне әсер етуге болады, және оған не қалайтыныңды бұйыра аласың, және құрбан бұны өзім жасап жатырмын деп ештеңке түсінбей қалады. Егер сен Нарутоны мұқият қараған болсаң, бұл техниканы Кагелердің жиналысында бұрын ұрлап кеткен Шисуйдың көзімен Данзоның қалай қолданғанын көресің. Котама Цукамидің бір кемшілігі, ол өте ұзақ қалпына келеді. Бақандай 10 жыл уақыт. Басқаша айтқанда техниканы қайта қолдану үшін 10 жыл күту керек болады. Жалпы айтсақ, бұл қабілет дисбаланс тудыратыны рас. Бірақ көз Шисуйда болатын болса 6 ай. Учиха Итачи, көптеген Наруто көрермендерінің сүйіктісі және Каноханың ең басты жәбір көрушісі. Ол өз ауылы мен інісі Саскенің тыныштығы үшін бәрін берген болатын. Итачи Шисуйдың ең жақын досы болған. Нақтырақ айтқанда Шисуй оның сенпайы еді. Қыздардың арманы болып келетін аспазшы Итачи, ол өзінің Мангёку Шаринганын Шисуй досы сарқырамадан секіріп өзін-өзі өлтірген кезде алады. Өзінің жаңа көздерін ашқан соң, оның көздерінің өрнектері Фума Сурикеннің өрнегі сияқты көрінеді. Бірақ тек 300-ді Фума Сурикен сияқты. Шисуй мен Итачидің бірнеше ұқсастықтары бар. Итачи бұл көздерді алған соң, қолында ең алапат шабуылды да қайтара алатын, қалқаны бар күшейтілген Сусаноны шығара алатын. Тағы да ода Асакуно Магатомо және де Тоцука қылышы бар. Тоцука қылышы арқылы кез келген тірі тіршілікті мөрлеп тастауға болады. Бұған дәлел Итачи мен сұр жыланның шайқасы. Айтпақшы, Итачида екі түрлі бірегей қабілет бар, бақанда екеу. Бір жерде Мадара шетте жынданып темекі шегіп тұрған шығар. Бірінші техника, оның сол көзінде, бұл Цукиоми. Оның ішінде мандаринді тазалауды ұнататын сыған ниндзясы Какаши де болып үлгерген. Цукиоми, бұл жоғарғы дәрежелі генжитсу техникасы. Итачидің өзі де айтады, сіздер де естіген боларсыздар. Бұндай дәрежедегі техника маған әсер етпейді. Ол былай жұмыс жасайды. Егер құрбан Итачидің көзімен тоғысып қалатын болса, демек бәрі бітті. Аумин Аллаху Акбар. Себебі ол иллюзияға тап болады. Саскенің ағасы онымен 3 күн, 3 түн бойы кез келген нәрсені істей алады. Алайда нағыз әлемде тек секундтар ғана болып өтеді. Ал оң көзімен бұған дейін айтып өткен Аматерасу техникасын қолдана алатын болған. Батырдың көзі өмірге түседі, қорқақтың көзі өлімге түседі деген. Қазақ тілді контентті ақшылай қолдаймын десеңіз, описаниеде Каспи номер болады. Учиха Обито, өзі Тоби, өзі Мадара, өзі бетпердедегі адамда және Хокаге болғысы келген жеткіншек баланың өзі болып келеді. Бірақ жеткіншек деп артық айтқан сияқтымын. Не дегенмен ол біраз өмір сүріп тастаған болатын. Ол көпшілікке белгілі. Бұл әлем бұзылған. Жапа шегуден басқа ештеңке қалмады. Деген сөзінен бөлек Мангёку Шаринганды істей алатын қызық нәрселермен де танымал. Әдеттегідей ол оны қалай алғанын және өрнегі қандай екенін айтып берейін. Ол өзінің Мангёкосын, оның құрдасы Обитоның екінші Шаринганның иесі, яғни Какаши, оның ұнатып жүрген қызына қол тигізген кезде алады. Жоқ, Какаши оған үйленіп олмен сүйіскен жоқ. Бәрі керісінше, ол өзінің Шидори мен Риннің жүрегіне тесік жасайды. Қысқасы, Какаши Ринді өлтіреді. Осыдан кейін бұлар, яғни Какаши мен Обито Мангёкосын көтереді. Кәдімгі Шаринганнан Мангёку Шаринганға ауысады. Үш қиғаш сызықтардың қосындысына ұқсайтын өрнек. Ұқсайды ғой, е? Обитоның Мангёкосы Камуиді қолдана алатын. Бұл телепорт сияқты нәрсе. Какашидің сол көзі қашықтықтағы заттардың орнын қозғалта алатын. Алайда Какаши осы күшін қолданғанда өзі қозғала алмайтын. Ол Дейдараға қарсы осы күшті қолданған болатын. Сол Какашидің үлкен кемшілігі сол, ол өзі қозғала алмайды.
Обитода болған 10 көзбен ол өзін басқа әлемге апара алатын, және де басқа біреуді де басқа әлемге алып кете алады, бірақ оны ұстап тұруы керек. Оған қоса ол өз денесінің бөліктерін басқа өлшемге ауыстыру қабілеті де бар еді. Өз денесін, яғни басқа әлемге ауыстыра алады. Бұл дененің бөліктері басқа жерге ауысқан соң, кейін қайтадан қосылатыны таңғалдырады, және бұл денсаулығына мүлдем әсер етпейді. Және нысан басқа әлемде болғанда, оның шын өмірдегі чакрасы жоқ болып кетеді, және оны табу мүмкін емес. Егер екі көзі де болған болса, оның иесі басқа әлемге бірден екі портал ашуға қабілетті болар еді. Яғни нысандардың бөліктерін ғана ауыстырмай-ақ, одан кедергісіз өтуге болатын еді. Әлбетте, қос көзде бар болғанда қабілетті қолдану жылдамырақ болады. Какаши екі көздің күшін алған соң, аяқталған Сусаноны шақыра алды. Сол арқылы ол аспанда ұшып тұра алады. Және де ол Камой арқылы сурикендер жасап, ол сурикен тиген жер басқа әлемге ауысатын күшке ие болды. Учиха Саске, Каноханың ең басты кек алушысы. Саскенің артынан бауыры Наруто оны туған ауылына қайтару үшін бір талай қуды, және осыған қол жеткізді. Не деген достық десейші, Саске кек қайтарушы дегеннен бөлек, ол шинобилік өте қайғылы оқиғаны бастан кешкен Итачидің інісі. Тіпті осы жерде де Итачи өзінің інісін дамытады, себебі екеуінің арасындағы айқастан кейін балмұздақ шаринганды иеленеді. Кейіннен оны ағасының көзімен толықтырады, және оны Мангёко шаринганға дейін көтереді. Байғұс Итачи інісі үшін және ауылы үшін бәрін берді. Бірақ қазір әңгіме Саске жайлы болып жатыр. Сондықтан оның Мангёкосы қандай болғанына қараңыздар. Тура Индраныкіндей. Индра өлген соң оның жаны Саскеге берілгендіктен бәлкім осылай жасалған шығар. Әйтеуір осындай қызықты нәрселер. Ал мәңгілік Мангёко Итачидің өрнектерімен толықтырылып, мынандай пайда болады. Сәл ойланып алайын, Саскенің көзін неге ұқсататынын білмей отырмын. Қызыл көздер, ортасында сурикендер бар. Осы неге мен сурикендерге бәрін ұқсата берем? Жарайды, маңызды емес. Саске сол көзімен Аматара суды қолдана алады, ал оң жақ көзімен оның жалынын басқара алады. Және бұның бәрі оның техникасын одан сайын қауіпті қылатын Инферно апатымен қосылады. Және де әдеттегідей бәріміздің құлағымыз үйреніп кеткендей, басқаларды қолдана алатын Сусаноны Саске де қолдана алады. Оның Сусаносы осындай формада. Ол Сусаносымен Чидори, Катонды істеп, Биджо қалқанын алып садақ пен қылышты қолдана алады. Фугаку Учиха, ол Саске мен Итачидің әкесі және Канохада төңкеріс ұйымдастырғысы келген адам. Оның қолынан бұл келеді, себебі сол кезде Учиха кланның басшысы болды. Оған қоса, оны бәрі Фугакудың қатыгез көзі деп лақап атпен атайтын болған. Бұл оның шаринганның күшіне байланысты болып қалуы мүмкін. Өкінішке орай анимеде оның көзінің күшін көрсетпеді, бірақ олар қандай екенін біз көре алдық, және олар 4 тамойысы бар сурикенге ұқсайтын болған. Оның көзінің өрнектерінен басқа мен ештеңке айта алмаймын. Бұл революционер жайлы басқа ештеңке айтарым жоқ, сондықтан ары қарай жылжимыз. Учиха Изуна, Мадараның інісі. Ай жоспарын қолдануға себепкер болған адамдардың бірі. Себебі інісі өлген соң Мадара барып әлемді өзгерткісі келді. Бәрін негізі айдап салған Зетсу екенін мен жақсы білемін. Бұл туралы комментарийға жазбай қойсаң да болады. Изунаның көздері мынандай. Ақыры сурикенге ұқсамайтын бір нәрсе табылды. Бұл жай ғана 3 түзу сызық және де бір шеңбер. Ол Табираманың қылыш соққысынан кейін ештеңке көрсете алмағандықтан қабілеттері жайлы ешқандай ақпараттар жоқ, өкінішке орай. Учиха Шин ол кланның мүшесі болмаса да, оны Учиха деп қатты берілгендіктен айтып кеткен. Шин Акацуки деген ұйымды қайта қалпына келтірмек болады. Егер де сіздерге осы қызық болатын болса, комментарийға осы жайлы видео шығар деп жазып кет. Мен сол видеоны міндетті түрде шығаратын боламын, егер сіздерге қызық болса. Қайта құрылған ұйымға тек бір адам және оның сансыз көшірмелер ғана мүше болды. Бұлар тек өзінің көшірмелері екенін ескерсек, олардың құрамында тек бір адам мүше болды деп айта аламыз. Шин негізі Орочимарудың тәжірибелік эксперименттерінің бірі болған. Мұра болған шаринган көздерінде сол жерден алған. Бірақ Мангёконы нақты қалай алғаны белгісіз, бірақ оның көрінісі мынандай болды. Оның көзінің таңбалары мынандай болды. 3 қыры бар шеңбер сияқты. Көздерінің күшін қосқан кезде алдымен оларды таңбалап, заттарға қашықтықтан әсер етеді. Көбінесе ол бұны қару-жарақтарға жасайды. Ал Сакураға қарсы айқасқанда бұны жер асты құбырларына қолданды. Бұлардан бөлек Мангёколары жайлы айтуға болатын тағы 4 Учиха бар еді. Алайда олар жайлы ақпараттар жоқтың қасы болғандықтан мен жай ғана олардың Мангёкосын көрсетемін. Учиха Рай, Учиха Наке, Учиха Наори және Учиха Баро. Ешкімді ұмытпадым деген үміттемін. Комментарийға кімнің Мангёко шаринганы қаттырақ ұнайды жаза кет. Және де кімнің Мангёко шаринганы мықты екенін. Егер де саған видеоролик ұнаған болса, лайк батырмасын басып арнаға тіркел. Назар аударғаныңызға рахмет. Сіздермен бірге болған ЖБ арнасы алдыда көптеген видеолар шығатын болады. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Айтпақшы, видеоны осындай керемет қылып аударған ұлас досыма үлкен рахмет.